Облыс орталығында өңірге инвестиция тарту жөнінде жиын өтті. Солтүстік Қазақстан облысы инвесторлар кеңесінің бірінші отырысына әлемнің 8 елінен келген алпауыт компаниялар қатысты. Жиында ашқан облыс әкімі өңірге инвестиция құюға дайын компаниялардың жұмысына сәттілік тілеуден бастады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа жолдауында жаңа инвестициялық саясатты іске асыру жолындағы міндеттерді белгіледі. Ел президент үкіметке 3 ай мерзім ішінде инвестициялық ахуалды жақсартудың жоспарын жасап ұсынуды тапсырды. Кейін сөз алған облыс әкімінің орынбасары өңірге инвестиция құю потенциалына тоқталды. Сөзінше облыстағы 90% кәсіпкерлер бизнес жобаларына қосымша қаражат қажет етіп отыр. Сонымен бірге Мұхтар Манкеев өткен жылы 25 елден келген делегациямен кездесудің нәтижесінде 60%-ға инвестиция көлемінің артқанын жеткізді. Необходимость привлечения инвестиций, дополнительных финансовых ресурсов. Біздің өңір 9 жолдың торабында орналасқан, кез келген салада да инвестиция құюға болады. Алтын, қалайы өндіру үшін істер жандандыруға болады. Туризм, ауыл шаруашылығы салаларында да тиімді инвестиция құю мүмкіндігі біздің өңірде зор. Ал Астана қаласынан келген Жаннұр Астана компания тобының жетекшісі өңірге инвестиция құю қызығушылығын танытып отыр. Сөзінше барлық жұмыстар тиімді іске асқан жағдайда Ғабит Мүсірепов атындағы ауданда бидай өңдеу кешенін салмақ. Ғылымның соңғы жетістіктерінің көмегімен бидайдан биоэтанол, азық қосындыларын крахмал өндіріп алу ниетте. Сонымен бірге өңірімізге қытайлық ірі инвестор да қаражат құюға дайын. Солтүстік Қазақстан Ғабит Мүсірепов ауданында бидайды тереңдеп өңдеу зауытын құрмақпыз. Ақшаның салатын аумағы $250 миллион, жылына 250 мың тонна өнім өндіріледі. Бәрі жақсы болса, қазір біз ТО-ны бітірдік. Басқа қалған документтермен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазақстан билігі бізге жұмыс жасау үшін барлық жағдайлар жасауда. Енді осы өңірге де қаражат құймақпыз. 40 гектар жер береді. Облыс әкімдігіне серіктестік үшін алғыс білдіремін. Италия, Финляндия, Австралия, Қытай мен Ресей және өзге де елдердің қызығушылығы өңірімізге қазір ауып тұр. Нәтижесінде жиын соңында облыс басшылығы мен өңірлік кәсіпкерлер инвестиция тарту бойынша біршама меморандумдарға қол қойып үлгерді. Осылайша 6 құжатқа қол қойылып, алдағы уақытта тиімді жұмыстарды бірігіп атқаруға серттесіп тарқасты.